Экология тірі ағзалардың қоршаған ортамен және бір-бірімен өзара байланысын зерттейтін ғылым. Қарапайым тілмен айтқанда, экология табиғатты қорғауды, адамның іс-әрекетін қоршаған ортаға әсерін. Сәлеметсіздер ме? Сіздер адам бір жыл ішінде 300 кг астам қоқыс тастайтынын білесіздер ме? Оның барлығы табиғаттың ластануына, су ластануына, адам өмірінің қысқаруына және қоршаған ортаның бұзылуына әкеп соғады. Мен нөмір 8 жалпы орта білім беретін мектептің 10 сынып оқушысы Мұрат Нұрсаяш. Сіздермен экологиялық проблема және экология жайлы бөлісетін боламын. Сіздің ойыңызша экология маңызы неде? Біріншіден, экология ол біздің қоршаған ортамыз, ал егер экология болмаса, біз өмір сүре алмаймыз деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Біз қазір тұрмыс салтта пластик пайдаланғанымыз жөн бе, әлде қағазды ма? Менің ойымша қағазды, себебі ол пластикқа қарағанда тезірек өндіріледі. Жауабыңызға рахмет. Білмедіңіз бе? Сіз экология туралы не білесіз? Қысқаша айтатын болсақ, экология бұл қоршаған орта, өмір, байланыс, табиғат деуге болады. Жауабыңызға рахмет. Қазақстанда қазіргі экологиялық проблемалар өте өзекті. Олардың негізгілері Арал теңізінің тартылуы, су деңгейінің төмендеп, тұзды жан таралуы, ауаның ластануы. Алматы, Өскемен, Теміртау, Қарағанды сияқты қалаларда зауыт, көлік, көмір шығару әсер етуіне байланысты болады. Судың ластануы және судың тапшылығы, Ертіс, Сырдария, Іле өзендерінің ластануы, жердің тозуы, артық мал жоюы, дұрыс пайдаланбауы, егінге жарамды жерді азаюы, радиациялық ластануы, қалдықтардың мәселесі және биологиялық әртүрліліктің азаюы. Біздің еліміздің ертеңі біздің қолымызда. Сол үшін біз дұрыс таңдау жасауымыз керек. Экологиямызды және қоршаған ортамызды қорғауымыз керек. Энергия көздерін сақтап, дұрыс жолда қолдануымыз керек.